Күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде блины дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Бізге керегі 3 жұмыртқа. 3 жұмыртқамызға 1 чай қасық тұз салып, және 2 ас қасық қаймақ салып, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң майдалап 4 бұрыштап туралған колбасамызбен майдалап туралған укробымызды алып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Сосын сүт құятын боламыз. Сүттің салқындығы или ыстықтығы маңызды емес. Бес 6 қасық ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған табамызды майлап алып, блины пісіргенде тура солай осылай құйып айналдырып шығамыз. Енді дәмі өте керемет болады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Орта отта пісіретін боламыз. Мінекей, екінші бетін аударамыз. Болды, мінекей дайын. Осылай пісіріп ала береміз. Сіздер де дайындап көріңіздер. Дәмі енді өте керемет болып шығады. Шынымен де тез әрі оңай таңғы асқа немесе обедкі шайға дайындап берсеңіздер болады. Блиныларымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Шытырагүл. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болыңыздар.